Осы уақытта азиялық мүйізді жұмысшылар ет жеумен айналысып жатқанда, ер адам олардың үстіне ақ полиэтилен жалауын кигізеді. Енді бұл мүйізділердің ұясы құрдымға кетті. Олар үйге оралған бойда қорқынышты оқиға орын алады. Ақ жалаудан кейін мүйізді аулаушы жасырын ұяны орналасқан жерін қадағалайды. Бақылау көзбен немесе дронның көмегімен жүзеге асырылады. Мүйізді қонған жерлерді нақтылаған соң, арнайы киім киген адам бұл алаңға барады. Арнайы киімсіз олар ұзаққа бармас еді. Ұяны тапқан аңшылар оны қазып, барлық тұрғындарды контейнерлерге жинайды. Қарсы күресуге бекер әрекеттенген мүйізділер қатты гуілдейді. Келесі қадам олардың жұмыртқалары мен личинкаларын болашақ колониясын жою. Бірақ бұл ұяны мәңгілік көметін нәрсе патшайымның өлімі. Азия мүйізі ара шаруашылығын бұзатын агрессивті зиянкес.